Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Қытайға қарай кетіп барамыз. Қалжат деген таможнямен өтетін боламыз. Қазір Тұлжа тас жолымен кетіп барамыз. Бетонкаға қосыламыз, Төңкеріс деген жерден. Бұйырса Қалжатпен кіріп, Қорғасқа барамыз. Қорғастан Алматыға жүк дейтін боламыз, Алматы қаласына. Содан кейін ішкі рейсте жүреміз ба, көреміз. Сыртқы жаққа, алыс жаққа қарай жүктердің бағасы мәз болмай тұр. Bir таныс ағамыз бар еді, сол кісінің жүктерін тиеп шығатын боламыз. Жүкпен алдын ала келісіп қойғанбыз. Бөтен емес, өзіміздің таныс бір ағамыз. Сол кісінің жүгін тасымалдайтын боламыз. Алдымызда РП заправка бар, сол жерге тоқтап, керек жарақ су-пу, кофемізді алып, әрі қарай жолымызды жалғастырамыз. Бүгін погода кішкене күн бұлтты болып тұр, кеше жып-жылы болған, 20 градусқа дейін жылы болды, қателеспесем. Футболкамен жүріп кеттік қой. Қар болатын, қардың бәрі жоқ болып кетті қазір. Кеше ерді, сұмдық ерді. Жол патрульдік полициямызда дайын тұр екен, заправканың шыға берсінде. Бізге бірақ онша тиіспейді. Біз өйткені жол ережесін бұзбаймыз. Жол ережесіне сәйкес жүреміз. Так, заправкаға кіріп, керек жарағымызды алып алайық. Бізге керек әсемай. Так, кофемізді алдық. Бұйырса, осы жол Қытайға кіріп шыққаннан машинамызды химиялық тазалауға береміз, химчисткаға. Жаз бойы, қыс бойы сол жақ, пассажирский жаққа аяқ киімімізді киіп кіріп жүрдік қой. Күн суықта. Содан үшін салонның ішіне шаңдар кірді дегендей. Балшық болып кіресің, кебері кепкеннен кейін топырақтар шаң болып ұшып. Бұйырса келген кезде жазға уже дайындап, енді аяқ киім сыртқа шешетін боламыз ғой. Келгеннен кейін химчисткаға беріп, ішін бәрін жудыртып, тазалап боламыз. Осы жолмен бетонкаға қарай шығып кетеміз, ала бұйыртса. Пиндодадан телефонды былайнан, осылайнан басқа тақып қоятын, бүйтіп бұрылған кезде бүйтіп көрінетіндей сондай заказ беріп қойдым, алла бұйыртса кеп қалатын шығар. Қазірше қолыммен ұстап түсіріп жүрмін. Бұйырса осылай болады, қалай көріне ма? Кейін регулировкасын бәрін жасап аламын ғой. Былай оңға, солға бұрылған кезде осылай көрініп отырады. Жан жаққа қараған кезде солай көрініп отыратын болады, бұйырса. Негізі базарда да бар, бірақ базарға баратындай шыны керек уақыт мүлдем болған жоқ. Үйге келсең еріншек болып кетесің ғой, ешқайда шыға алмай қаласың ғой. Элементарно магазинге барып бір керек жарағыңды алайын десең, ерініп шыққың келмей, бала шағаң қасында жата бергің келеді. Жұмыста жүрсең тоқтай алмайсың, ары-бері жүріп шапқылап. Ойбай. Біздің прицептің анау стойкалардың арасында бәрі темір. Сол үшін салдыр-гүлдір етеді осындай жермен жүрген кезде. Семей жаққа қарай бұйырса тиіміз жүк. Семейге барып ағаш салдыратын боламыз. Ағаш бір жақсы жеңіл, темір өте ауыр. Екіншіден бүйтіп салдырламайды да жақсы. Былқылдамайды, сылқылдамайды, салдыр-гүлдір етіп, дауыс шықпайды, таптан жүретін болады машинамыз.
темір болмайды екен, ауыр ше. Ағаш дұрыс. Бетонкаға да келдік. Алдымызда фура бұзылып қалған сияқты, жартылай бетонкаға шығып тұр. Негізі мүмкіншілік болса, негізі тормоз таппаған ау машинада. Мәселен, тормоз жібермей қалып прицеп. Хорошо, что күндіз түнде апасын оған ау. Жеңіл көліктерінен бетонкада қатты жүреді. Артына кіріп кетсе, Құдай сақтасын. Мына машина мазаны алып келе жатыр ғой, ялантыра. Жаңа шыққаннан бері. Не жүрмейді. Авгонға шығып алдына кірсең қайтып озып келіп алдыңа кіреді. Істеп келе жатқан осы. Қайта тормоз басады. Артында жүре берейін десең. Машина жаңадан бері өзі біраз мазаны алды бар ғой. Қатты жүрмейді. Авгонға шығып кетсең, артында жүрмейді. Қайттан авгонға шығады, алдыңа кіреді. Кішкене 110 ғой трасса. Хотя бір 100-бен жүріңдер, фура қатты жүрмейді ғой. Тұрып тормоз басады. Мазаны алып келе жатыр қайта. Авгонға шығып озып кетсең, тып-тыныш артта қалмайды. Олақ көп алдыңа авгон жасайды да, кіреді, жүрмейді. Мазаны алып келе жатыр. Айтпашы, мына прицептердің жатқанына уже 1 жылдай болып қалды ше. Дөңгелектермен жатыр еді, дөңгелектер ұмыттығын оған. Солай үшін жеңіл көлік жүргізушілер көріп жатқандар болса егер, өтініш, фураның алдына шығып алып, үлкен машинаның алдына қайта тормоз басып, немесе осылай не қатты жүрмейсің, не ақырын жүрмейсің, озып кетсе оздырмайсың. Олай жасамаңыздаршы. Біз осы жеңіл көлікті уайымдап келе жатасың бар ғой. Құдай сақтасын енді. Біздің тормоз, ананың тормоз сияқты емес қой. Алдына бірден атып шықты, ол тормоз басып қалды. Деген сияқты. Тоқтап та үлгере алмай қаласың. Сондықтан кедергі келтірмей, барынша бір жылдамырақ. Жай жүретін болсаң, жай фура өтіп кетсін болды. Артында жай жүре бер. Жағаласып өтіп жүргеннен гөрі. Мынау ақылы жолдың шлагбауны бар ғой. Соны көбейту керек. Қытайдан шығады водительдер. Мына таможняда жарайды, қайтып бара жатасың, бәрібір төлейсің. Қалжытқа кетіп бара жатқан кезде төлейтін жоқ, төлемей кете береді олар. Алматыға бара жатқан кезде жаңағы төңкеріспен айналып қашып өтетін жолдың бәрін біліп алған. Бакатқа шықпайды, айналып өтіп кетеді. Ары қарай баратын жеріне Шымкент, Ташкент, қытайлар өзінің машинасымен Россияға дейін барып жүр. Мынау Бақтыдан, жаңағы Зайсаннан шыққан машиналар мүлде ақша төленбейді. Баратын жеріне барады, жүгін түсіреді, қайтадан келеді. Мысалы, каждый шекара аймаққа шлагбаум қою керек, ақылы жолдың ақшасын төлейтін. Жол ақысын төлеу керек қой олар. Спецтехникалар шығады, спецтехниканы да солай экономить етеді ақшасын. Ол деген тегін кетіп жатыр ғой, біздің бюджетке ақша түспейді одан. Спецтехника айдайтындар да бәрі новый спецтехниканы айдап шығады, төңкерістен айналып, Құлжинкамен шығады, Бакаттан айналып шығып кетеді, шлагбаум жоқ. Ары қарай баратын жеріне барады, ақшасын төлемейді, жолдың ақшасын. Болды, кетті. Сондай шлагбаумдарды көбейтіп тастаса, бәрі жолға ақша төлейді. Ол жолға ақша төленді деген сөз, ол бюджетке ақша түсті деген сөз. Қаншама ақшадан айырылып жатырмыз. Мүмкіндік болса соны өкіметтегілер көбейтіп тастаса дұрыс болар еді. Ақшасын бәрін. Қалжытпен де кіріп шығып жатқан Қытайдың көліктері көп. Қазір барады, шелектен оңға бұрылады, ары қарай шлагбаум ештеңе жоқ. Жол ақысы төленбейді, Қытайға кіріп кетеді.
қашатын жолдардың бәрін біліп алған аналар бар ғой, қашып тығылып жүре береді. Мен Қытайдың ішімен жүрдім ғой, қашатын жер жоқ, төлейсің бәрібір, қайда барсаң да төлейсің. 1000 километрге мен шамамен 35-40 мың теңге дейін. И то мен жаңағыдай полный автобанмен емес, тегін жолмен жүріп отырдық ауыл ішімен. Соның өзінде арасында ақылы жол болады, соларға шығып кіріп жүргеннің өзінде де 35-40 мың теңгедей сол жол ақысын төлеп кеткенмін ақылы жолдың Қытайдың. Одан қашатын ешқандай не жоқ, жол жоқ. Бізде қашатын жерлер өте көп, соның бәрін қаша алмайтындай қылып істеп қойса. Жарайды, қаштым, бірақ шекараға келді ма, шлагбаумнан келеді, ақылы жол төлейді, болды, кетеді. Сондай жасап қойса дұрыс болар еді. Басқа ел азаматтары, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан азаматтары, олар төлейді, олар өздері үшін төлейді ақылы жолы. Бәрібір Алматыға келіп қалады, Алматыда шлагбаумға келіп қалады, мысалы Өскемен, Семей жақтан, олар білетті, төлейді. Қытайлар қашып кететінін білет, қашатын жолдарын. Ары қарай кетіп қаламыз, қайтып келмейміз, қайтып келсек те тура осылай келген жолымызбен барамыз, келген жолымызбен қайтамыз деп план құрып алады да, сонымен жүре береді. Соның бәрін қолға алса, бюджетке біраз ақша түседі, оның өзімен де. Қырғыз азаматтар бар, жаңа фурай дейтінші, жақсы танимын, араласамыз, доспыз, бауырлас халық болғаннан кейін. Өзбек ағайындар да бар, олар кәдімгідей иін алып Каспий ашып алған, кәдімгідей Каспиймен спокойно, Каспийне ақша салып төлеп жүр ақылы жолды. Олар обязательно өздері үшін төлеп қояды, чтоб көп ақша жиналып қап, мысалы кейін олар Новосибирск жан жақтан кіреді ғой, мысалы Өскемен жақтан кеп қалады, олар ар жақтан Россиядан ағаш деп, Алматыға келген кезде шлагбаум бар ғой, енді Қапшағай жолынан кірген кезде, сол үшін төлеп, алдын ала төлеп қояды, төлеп жүреді ақылы жолдарын. Ал мына Қытайдан шыққан көліктер мүлдем төлемейді, пофиг, жүре береді. Содан біз Қытайға кіреміз, Қытайдың страховкасын аламыз, 35 мың, 40 мың теңге дей. Қытайға кірдің, 1 айлық страховка обязательно аласын, бұрын алмайтын ек. Сол сияқты Қытай азаматының көліктерін страховка, олар союзный мемлекет болмағаннан кейін Техас Моторды алдырту керек оларға. Одан кейін Техас Мотор, жаңа техпаспорт праваларының аудармасы солай жасадық, обязательно солай жүргізу керек. Көбісі алмайды, біздің гаишниктер де онша тиісе бермейді оларға. Білген істеп жүр, қаншама бюджетке ақшадан айырылып жүрміз. Соны не істеп қойса ғой, обязательно Қытай көлігі ма, страховка алу керек, Техас Мотор алу керек. Қытай азаматтары алсын, 1 жылға Техас Мотор страховкасын да алсын. 1 айлық қып жасап қойыңдар оларға, ай сайын алып отырсын, кірген сайын. Паспорт, техпаспорттарын аудармасын жасап, как положено жүрсін солай. Біздің еліміздің бюджетіне ақша құйсын, біздің елімізбен жүріп жүргеннен кейін. Біздің еліміз арқылы олар жүктерін шығарып жатыр. Олар қаншама миллиард ақша тауып отыр. Біз тиын тебен болса да, солай ақша тауып қалайық олардан. Бір Қытай азаматын көрмедім ше, жолда кафеге тоқтап тамақ ішкен. Лапшасын алып алады, тефали бар машинаның ішінде. Тефалин қайнатады да, лапшасын жеп алады да, айдап кете береді. Зиратқа келдік. Так, Шелек ауылына келдік. Шелектен шығамыз, Байсетке қарай бұрылған жерде Жібек жолы деген кафе бар. Сол жерден түскі асымызды ішіп, тыңқиып тойып аламыз да, ары қарай енді Қалжатқа дейін тоқтамай ұрамыз.
военныйлар қаптап жүр ғой, 4-5 машина көрдім. Бұрын соңды жолда жүрмеуші еді. Қорғас жақтағы заставаға командировкаға келіп кетіп бір жатқандар ау, шамасы. Так, біз поворотымызға келдік. Анау тұрған кафе. Сонда тоқтап, тамағымызды ішіп, әрмен қарай жолды жалғастырамыз. Тіке кетсек Қорғасқа кетеміз, оңға қарай Қалжатқа кетеміз. Шонжы ескі аты, қазіргі аты Әлмерек. Сол ауылды басып өтеміз. Так, мына жерге опа. Осы кафеден тамақ ішеміз қазір бұйырса. Алашаға ойнап жүр. Сәлеметсіз бе? Так, маған фри етпен, чай сүтпен и бір лепешка. Лимонад бар ма? Стаканын сатыла ма? Бір стакан лимонад берсеңіз. Қандай? Манго, маракуйя бар, мохито бар, киви. Киви мен беріңіз. Асымыз келді. Енді тамақтанамыз. Мынау тамақты түсіріп салып отқаныма ренжімеңіздер. Жаман адам жегенін салады дегендей. Алдын біздің тұрақты видеомыз қарап отыратын бір ағамыз бар. Сол кісі жазып еді, тоқтаған кафеңді, жеген тамағыңды, жатқан қонағыңды түсіріп салып қойшы деп. Сол кісі айтқаннан кейін видеоға түсіріп салып отырмын. Так, қарнымыз тойды. Тойып тұрып тамағымызды іштік. Мынау Жібек жолы деген осы кафе. Мына бағыт жаңағыдай Қалжат, Көлсай. Біздің өте мықты табиғатымыз мықты жерлерге баратын бағыт. Шарын шатқалы бар, Көлсай бар, Қайыңды көл бар, Нарынқол, Кеген осы бағытқа қарай кетеді. Бұлай қарай Қорғасқа. Болашақта осы жақтарға келіп жатсаңыздар, осы кафеге тоқтап тамақ ішсеңіздер болады. Қарындарыңызға бүкіл жағдай жасалынған, өзі кең, ыстық су, суық су, дүкен бәрі бар. Тамақтар өте дәмді, іші таза. Бұл бағытта өте көп туристер жүреді. Мына кафені салғанына да өте әдемі, жақсы салған. Өйткені біздің мынау табиғатымыз бар ғой, сұлу, көркем. Көлсай, Қайыңды, Шарынға қарай неше түрлі дүние жүзіндегі жаңағы Еуропадан, Америкадан келген туристер өте көп осы бағытпен жүреді. Бара жатып осында бір тамақтанады, қайтып келе жатып, осында тоқтап, тағы бір тамақтанады. Өте жақсы жағдай жасалынған. Анында қонақ үйі бар. Супермаркет, дәретхана, намазхана, дәмді тамақтары. Бүкіл жолаушыға арналған ыңғайлы жағдай жасалынған ғой осы Жібек жолы
кафесінде. Ары бері өтіп жатсаңыздар, осы жақтан тамақ ішсеңіздер болады. Так, жолдастар, Байсейіт ауылына келіп жеттік, кіріп келе жатырмыз. Өзі қатты да үлкен ауыл емес. Осы ауылдың тұрғындары егінмен айналысады көбі. Картошка, пияз, сәбіз деген сияқты. Одан қалса кебаб, асхана орталық базарында өте көп. Сонымен өздерінің күндерін көріп жүрген шағын бір ауыл. Ауылдың орталығына да келіп жеттік. Жолдың екі шеті кәдімгідей базар. Мынау бір үлкен супермаркет екен. Жолдың екі шеті кәдімгідей торговый центр, кафе, мафе, базар. Жеміс, жидек бәрі бар. Базар қайнап жатады. Қашан өтсең осылай ғой, күндізше. Адам көп, сауда болып жатыр. Жайлап. Кебапта дәмді енді. Кебап жейтін болсаңыздар, осында келіп кебап жесеңіздер болады. Осы бағытпен кетіп бара жатсаңыздар. Жемістер жақсы, алма. Көп зат осы жақта жергілікті өнім. Жазда өрік көп бұл ауылда. Бауырдақ бар екен мұнда. Қазақи тағамдар, қазақи фастфуд. Кафе. Аспаз дейді. Бейжанов, Малабай дейді. Лимузинді қойып қойыпты. Осындай бір жолақты жолда сәл оңға қарай алып жүреміз машинаны. Осыншалықты ара қашықтық қалдырып ортадағы жолаққа. Арттан келген машине қарсы бағытты көреді, встречканы. Машина жоқ па, спокойно шыға береді. А егер былайынан ортаға тақалып алып, полосаға тақалып алып жүретін болсақ, арттағы машиналар алды жақты көрмейді. Встречкаға сәл шығып барып, қарап сөйтіп вагонға шығатын болады. Осылай оңға қарай алып, осындай ара қашықтық қалдырсақ, емін-еркін кете береді жеңіл машиналар. Осы жолда абайлап жүру керек. Мал, жылқы дегендер өте көп осы жолда. Түнде әсіресе қауіпті. Барынша сақтықпен жүрген дұрыс. Көкпек шатқалына келдік. Өте табиғат әдемі бір таудың арасымен жүріп өтеміз. Бұл жердің бір аңыз әңгімелері бар. Шын ба өтірік па нақты білмеймін. Осы жерде тағы бұлақ бар.
мына жерлерде. Райымбек бабамыздың бұлағы дейді. Кезінде Райымбек бабамыз осы тауда, осы көкпектің шатқалында жоңғарлармен қырылысқан, шайқасқан, жеңіске жеткен, талай жоңғарларды осында қырған дейді. Осы бір жаңағы жерлерде Райымбек батыр найзасын жерге қазған кезде, тыққан кезінде жаңағы бұлақтан су атып шыққан дейді. Шын ба өтірік па білмеймін енді. Бұлақтың суы бар анда. Су да пайдалы. Осы көкпек шатқалы деген осы аңызы бар, тарихы бар. Райымбек бабамыз жоңғарлармен талай қырылысқан дейді, осында соғыс өткен дейді. Негізі осы таудың астында бір байлық па, қазбалы байлық бар негізінде. Оны мен сіздерге қазір шыға берсінде видео түсірем. Бұрын осы көкпек шатқалынан шыға беріс жерде ауыл бар болатын. Көкпек деген кішігірім өзі, үлкен емес, бір ар кетсе бір 50 шақты үйі бар ғой деймін. Тіпті одан да аз. Сол жердің тұрғындары, жас балалары осы тауға шығып, таудың жабай пиязы бар болатын. Тау пиязы дейді, білесіздер ма? Сондай тау пиязы жинап, осы жолдың бойында сататын. Есімде әйтеуір ол кезде кішкентаймын. Әке-шешеміз тоқтап, соның тау пиязын алатын, тамаққа қосатын еді. Қазір олар жоқ, жолда мүлдем көрінбейді. Бұрын көп болатын кішкентай кезінде. Осы таудың жоғар жағы жайлау, күшті, әдемі, табиғаты күшті. Малшылар мал ұстайды сол жерде. Жазық, өте әдемі ана жайлау. Кейбір жолымыз түсіп жатса, барып сол жерлерді видеоға түсіріп салатын болам. Мына шатқалдан шыққаннан кейін табиғат деген өте керемет, ауасы тап-таза. Жап-жасыл жаздың күні. Көрсең, көзің тоймайды дегендей сұлулықпен. Сұлулықтың табиғаты. Табиғаттың сұлулығы дегенде сөзі шатастыратын болдық қой. Мынау жаңа бұлақ, менің айтқаным. Қазір сіздерге көрінетін видео түсірем. Осы Райымбек бабамыздың бұлағы дейді. Кезінде найзасын жерге қадаған кезде осы жерден су аққан дейді. Сонымен осы жерден су ішкен, демалған дейді әскерлері. Соғыстан соң. Неше түрлі аңдар бар осы тауда. Табиғат деген өте сұлу ғой бізде. Көп елде жоқ, мына орталық Азияда. Жаңа айтқан жайлауға осы жерден оңға қарай кетеді. Осыдан бір 7-8 жыл бұрын ба өткен болатын. Осымен оңға қарай кетесіздер, өрге қарай кетеді. Енді қымыз, сол жақта малшылардың несі, мал бағатын өте көп. Табиғат өте сұлу, қымыздары таза. Барып демалып қайтуға болады. Деген ауылға да жеттік. Өте кішкентай ауыл. Жылдан жылға адам саны азайып кеткен ау. Жарық шамдар да жоқ жанып тұрған.
бұл жерде ауыл болғаннан кейін 40-пен жүреміз. 40 знакта тұр. Кафе бар, стоянка бар. Интернет ұстамайды. Бұл жерде только наличныймен ақша, қолма-қол ақшамен ғана сауда жасай аласыздар. Интернет мүлдем ұстамайды бұл жерде. 2027-те бүкіл жерде ұстайды дейді ғой, енді шын ба өтірік па. 2027-те көреміз. Түзу кетсе міне Көлсайға, Шарын шатқалына кетеді. Солға қарай кетеміз. Осылайынан түзу кетсеңіздер, Көлсай, Қайыңды, Шарын шатқалына барасыздар. Былай қарай жаңағы Әлмерек, Шонжы, Қалжат, одан кейін Шонжыда жаңағы ыстық су бар, жердің астынан шығатын. Так, машинамызды бір обход жасай салайық. Жан-жағын бір қарап жіберейік. Так, сол Әлмерек, Шонжы ауылында ыстық су бар. Жердің астынан шығады сол ыстық су. Жан жақтан көп адамдар барып, сол жақта ыстық суға барып, ем алады, суға түсіп. Сол жаққа барып, ыстық суына түсіп, ем алған дұрыс. Осындай сәтте барады негізі. Көктемде, күзде, қарба, қыста жалпы. Жаздың күніге қарағанда қыста барған дұрыс. Кәдімгідей жердің астынан қайнап жатқан ыстық су. Бассейндердің бәрі далада. Закрытый да бар, ашығы да бар. Денсаулыққа өте пайдалы ол су. Арасан ғой былайша айтқанда. Так. Мынау жақ көріне ма сіздерге? Алыста бір жақ жанып тұр ғой. Сол жаңа Көкпек тауының жалғасы, аржаласты. Сол жерде үлкен бір завод па, бірдеңке бар, шахта ма, сол Көкпек тауының астында бір қазба байлық бар сияқты. Қытайлар қазып бірдеңке өңдеп жатыр осы жақта. Күні-түні жұмыс жасайды. Солай жаңағы тау, Көкпек тау, сол астында үлкен бір қазба байлық бар сияқты. Не зат екен, бірақ білмейді екен мен. Көп адамдар біле бермейді ау, ішінде не бар екен. Бірақ бекерден бекер шахта салып, ол жерді қазып, өңдеп жатқан жоқ қой. Ішінде явно бағалы бір қазба байлық болып тұр ғой. Автобус екен, жұмысшылар таситын автобус ғой явно. Так, жолдастар, Шарын шатқалынан төмен қарай түсіп барамыз. Алдыңғы видеоларда осы шатқалмен жоғары қарай көтергенбіз. Көтерілдік. Ол кезде Қарғызстан, Алматыға қарай шыққан болатынбыз. Енді осымен төмен қарай түсіп барамыз. Горныйымызды қосып алып, жаймен деп түсе береміз бұл жолмен. Так, Әлмерек Батыр ауылына келдік. Бұрынғы аты Шонжы. Шонжы деген ат Жоңғардың батырының аты. Ежелгі
осы ауылдың аты Шонжы болып қойылған. Сол жоңғардың тарихи ат қой енді ертеде. Біздің Әлмелек бабамыз, Батыр бабамыз басын шауып алған екен. Сол жоңғардың Шонжы деген батырның. Сол осы жерлерде кезінде шайқасқан ғой жоңғарлармен. Бізде сол жоңғарлардың атымен аталып кеткен өте көп қой ауылдар. Қаскелең, жоңғардың батыры, Қапшағай, жоңғардың тілінен, Шамалған дегендер, Түрген, Есік, Шелек, қандай аты бар. Мынау Әлмелек бабамыздың мүсіні. Адамдар екен, шошып кеттім. Үйден қорықпай дей. Былай қарай, сол Әлмелек бабамыздың ауылы, қаласы, қалам ауыл ма статусын білмеймін. Былай қарай, жаңағы Қалжатқа, Қытайға қарай кетеміз. Ыстық суда осы жолда. Так, Қалжатқа қарай бұрылып барамыз. Қалжатқа осы жерден шекараға дейін бір 100 шақырымдай жол. Жолда ыстық су бар жаңағы. Жердің астынан шыққан. Полиция қызметкерлері жұмыс жасап жатыр екен бұл жерде. Осы жол примерно бір 50 километрден кейін жолдың оң жағы да, сол жағы да жердің астынан шыққан ыстық су демалыс орындары. Осында келіп демалып тұрсаңыздар денсаулыққа пайдалы негізі. 5 күндеп, 7 күндеп келіп жатып суына түсіп емделіп кетеді көбі. Так, оңға қарай Қалжат деген ауылға кетеді, солға қарай шекараға кетеді. Оңға қарай кетсе Қалжат деген ауыл бар. Біз солға қарай кетеміз шекараға. Шамамен бір 5 шақырым қалды шекараға кетеді. Накопитель бар. Осында кіреміз, номерок береді, таңертең бір-бірлеп шығарады. Накопительге қарай кіреміз қазір. Аварийный голос волнует. Как слышно? Ну-ка, еще раз что-нибудь скажи-ка. Слышно меня хорошо. Вообще не проходишь, прикинь. Значит, у меня связь плохой. Оба у вас связь отличная. У меня антенна помех, по-моему. Данил, Сихпаткин, подойди, он зарегистрирует тебя.
подойти. Ему подаешь, он номерок тебе даст. Так, мынандай номерок алдық, 96 болып. Осыянке кірдік, накопитель. Осы жерден таңертең очередь бойынша шығамыз ала бұйыртса. Стоянкаға машинамызды қойдық. Ұйықтап демалып, таңертең ерте қызық басталады мына жерде. Бәйге басталады. Бұйырса сол бәйгенің бәрін видеоға түсіріп салатын боламын. Енді ұйықтап демаламыз.